Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Жайна, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін достар біз осындай өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын балды торт дайындайтын боламыз. Яғни медовик торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл видеоны көрместен бұрын менің инстаграм парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз тереңдеу ыдысқа жұмыртқамызды жарып аламыз. Оны жақсылап венчикпен араластырып, үстіне қант себеміз. Бұл жұмыртқалы массамызды жақсылап араластырамыз. Одан кейін оның үстіне күнбағыс майын құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үш ас қасық бал саламыз. Жақсылап араластырамыз. Себелеп 400 грамм ұн саламыз. Бұл массамыз кішкене қоюланған кезде қолмен алып, осындай тақтайшаға астына кішкене ғана ұн жіберіп илейсіздер. Бізде осындай өте жұмсақ масса шығу керек. Енді оны осылайынан 5 бөлікке бөлетін боламыз. Мен осындай табақ қолданамын, оның диаметрі 23 сантиметр. Сіз өзіңіз қалаған табаны қолдасаңыздар болады. Оны маймен майлап, біздің қамырымызды қолменен жайып шығамыз. Осы процесті қалған корждармен қайталаймыз. Енді біз тортымызды әсемдеу үшін осындай печеньені блендермен отып аламыз. Егер де сіздерде блендер жоқ болса, онда кәдімгі оқтауменен отсаңыздар болады. Мінекей менің корждарым пісіп шықты. Енді біз қазір тортымызды жинайтын боламыз. Ең алдымен біз ыдысымызға сгущенкамызды құйып аламыз. Оның үстіне майды саламыз. Барлығын жақсылап миксерлейміз. Сіздерде осында крем шығуы керек. Енді біз тортымызды жинаймыз. Ең алдымен коржымыздың үстіне 2 ас қасық кремімізді жағамыз. Оны арнайы осындай лопаткамен түзейтін боламыз. Осы үдерісті барлық корждармен қайталап шығамыз. Банағы отылған ұнтақпен біздің медовигімізді әсемдеп шығамыз. Әрине, медовикті қалай әсемдесеңіздер де өздеріңіздің қалауларыңызша, фантазияларыңызша мен осылайынан ұнтақты септім. Мінекей достар, бізде осындай өте дәмді әрі жұмсақ медовик дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет болып шығады. Кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.